Күн баршаңызға бүгін осындай құрап көрсететін боламын. Бізге керек шыт матасы және 5-5 екі түстіден шаршы керек болады. Ортасына 3,5 шаршымыз керек. Ленталарымыз 2,07 ені екі түстен үлгір матасынан. Енді тігіп бастайтын боламыз. Алдымен ортасын белгілеп аламыз шыт матамыздан. Ортасы. Енді тігеміз. Алдымен шаршымызды тігіп алатын боламыз. Ортасына шетін айналдыра. Енді біз 4-4 шаршымызды екіге бөліп қиып аламыз. Екінші шаршымызды қиып осылай тігетін боламыз. Түсінікті болу үшін қойып қоямын. Мына бұрыштармен бірдей болып тұру керек. Енді ақ лентамызды тігетін боламыз. Ені 2,07 сантиметрлік.
Бүт төмөнгө карап жатып турат. Міне бізде осындай 14-те 14 құрақ шықты.